Көптеген ер адамдар өз денесіне қандай зиян келтіріп жатқанын ұзақ уақыт бойы түсінбей жүреді. Әсіресе бір әдет бар, оны ыңғайлы, тегін, тез деп қабылдайды. Бірақ уақыт өте келе ол жай ғана әдет емес, ағзаға әсер ететін факторға айналады. Жас кезде, 20-25 жаста дене көп нәрсені көтереді. Қалпына келу жылдам, гормон жүйесі тұрақты. Бірақ 35-40 жастан кейін ағза бұрынғыдай үнсіз қалмайды, ол сигнал бере бастайды. Бүгін біз ер адамдар жиі қолданатын бір тәжірибе туралы айтамыз. Жыныстық қатынасты үзу арқылы бақылау әдісі және оның ағзаға ұзақ мерзімді әсері. Мен сексология және денсаулық бағытында жұмыс істейтін маман ретінде жылдар бойы ер адамдардың шағымдарын жиі естимін. Көбісі бір нәрсені қайталайды. Бұрын бәрі жақсы еді, қазір бір өзгеріс бар. Бірінші маңызды мәселе, қорғаныс емес, көп ер адамдар ойлайды, ішке аяқталмаса қауіп жоқ. Бірақ бұл қате түсінік. Өйткені жыныстық жолмен берілетін инфекциялар тек толық эякуляция арқылы ғана емес, жақын контакт кезінде ақ берілуі мүмкін. Ағза сұйықтықтары, шырышты қабаттар, бәрі байланыс кезінде тәуекел аймағы. Яғни, қорғаныс тек аяқталу деңгейіне байланысты емес. Сол себепті медицинада әрқашан қауіпсіздік бірінші орында тұрады. Екінші мәселе, жүктіліктен толық қорғамайды. Көп жұптарда мынадай сенім бар, егер ішке түспесе, жүктілік болмайды. Бірақ шындық басқаша. Жүктілікке бір ғана сперматозоид жеткілікті. Ол өте жылдам қозғалады, және қолайлы жағдайда жұмыртқа жасушасына жетіп, ұрықтандыруды бастай алады. Сондықтан бұл әдіс тұрақсыз бақылауы қиын және толық сенімді емес, тіпті кей жағдайларда сыртқы аймаққа түскен сұйықтықтың өзі де қауіп тудыруы мүмкін деген клиникалық тәжірибелер бар. Осы жерге дейінгі қорытынды, екі негізгі нәрсені түсіну маңызды. Бұл әдіс толық қорғаныс бермейді, жүктілік қаупін толық жоққа шығармайды. Ал келесі бөлімде біз ең маңызды тақырыпқа көшеміз, ер адамның ағзасына және жүйке жүйесіне әсері. Енді ең көп назар аударылмайтын, бірақ ең маңызды тұсқа келеміз, ағзаның ішкі реакциясы. Көп адам бұл процесті тек бақылау деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бұл жерде тек ерік күші ғана емес, жүйке жүйесі, гормондар және бұлшықет рефлекстері бірге жұмыс істейді. Қозудың тоқтатылуы, жүйке жүйесіне стресс, жыныстық қозу табиғи түрде бір цикл сияқты жүреді. Басталу, күшею, шарықтау, босау. Бірақ егер дәл ең жоғары нүктеде процесс үзіліп қалса, ағза толық разряд алмай қалады. Бұл не береді? Жүйке жүйесінде толық босаңсу болмайды, керісінше. Ішкі кернеу сақталады, ағза аяқталмаған сигнал ретінде қабылдайды, яғни дене табиғи циклін толық жаба алмай қалады. Бұлшықеттердің жасырын кернеуі ер адамның жыныстық реакциясы кезінде тек жыныс мүшесі емес, жамбас түбі бұлшықеттері де белсенді жұмыс істейді. Қалыпты жағдайда соңында толық босаңсу болуы керек. Бірақ үзу болғанда бұлшықеттер толық босамайды, ішкі қысым сақталады. Жамбас аймағында жинақталған кернеу пайда болады, көп ер адамдар мұны бірден сезбейді. Бірақ уақыт өте келе, жайсыздық, тартылу сезімі, белгісіз ауырлық пайда болуы мүмкін. Қуқасты безі, простата факторы, ең маңызды мүшелердің бірі простата. Қалыпты жыныстық цикл кезінде ол жиырылады, босайды, ішіндегі сұйықтық алмасады, бұл табиғи процесс. Бірақ егер үнемі шарықтау кезінде тоқтату болса, толық босау болмайды, ішкі қысым сақталады, уақыт өте келе қалдық кернеу жиналуы мүмкін. Бұл ер адамда кейін мынадай сезімдер беруі ықтимал. Жайсыздық, ауырсыну сезімі, бел аймағына таралатын тартылу, ең маңыздысы, ұзақ мерзімді әсер. Мәселе бір ретте емес. Бір-екі рет болған жағдайда ағза бейімделіп кетуі мүмкін. Бірақ егер бұл айлар бойы, жылдар бойы тұрақты әдетке айналса, онда ағзада бейімделу басталады. Және ол бейімделу әрдайым пайдалы емес. Үзу әдісі кезінде табиғи цикл бұзылады, жүйке жүйесі толық босаңсымайды. Бұлшықет кернеуі сақталады, простата толық босау режиміне өтпей қалады. Енді ең көп сұрақ туындайтын жерге келеміз. Көп ер адамдар бастапқыда ешқандай өзгеріс байқамайды. Бірақ уақыт өте келе бір нәрсе анық сезіле бастайды, бұрынғыдай емес. Бұл өзгерістер бір күнде пайда болмайды. Олар біртіндеп жиналады. Эрекция тұрақтылығының бұзылуы, ер адам ағзасы өте сезімтал жүйе. Қалыпты жағдайда қозу мен босау бір-бірімен үйлесімді жүреді. Бірақ егер үнемі шарықтау кезінде үзу болса,
жүйке жүйесі аяқталмаған циклге үйренеді, толық босаңсу механизмі әлсірейді, қозу мен релаксация арасындағы баланс бұзылады. Нәтижесінде кей ер адамдарда эрекцияның тұрақсыздығы бірде бар, бірде жоқ жағдайы немесе әлсіздік сезімі пайда болуы мүмкін. Қозудың басқарылуы қиындайды. Бастапқыда ер адам өзін толық бақылаудамын деп ойлайды. Бірақ уақыт өте келе керісінше жағдай дамуы мүмкін. Қозу тез күшейеді, бірақ оны басқару қиындайды. Кейде процесс күтпеген жерде аяқталып кетеді. Бұл жүйке жүйесінің қайта бейімделу нәтижесі. Либидоның өзгеруі ұзақ мерзімді тәжірибеде кей адамдарда жыныстық құмарлық төмендеуі, эмоционалдық қанағаттың азаюы, бұрынғыдай қызық емес деген сезім пайда болуы мүмкін. Бұл тек физикалық фактор емес. Мұнда психикада қатысады. Өйткені ми жыныстық процесті толық цикл, толық разряд ретінде қабылдауға үйренген. Ал цикл үнемі үзілсе, жүйе толық қанағат сигналын сирек алады. Жергілікті жайсыздық сезімдері кей ер адамдар уақыт өте келе мынаны байқайды. Төменгі іш аймағында ауырлық, жамбас тұсында кернеу, ара-тұра жайсыздық сезімі. Бұл әр адамда бірдей болмайды, бірақ ұзақ уақыт қайталанған жағдайда байқалуы мүмкін. Маңызды түсінік, мұнда бір нәрсені нақты ажырату керек. Бұл әдіс бір-екі рет қолданылса, әдетте үлкен мәселе тудырмайды, бірақ ұзақ жылдар бойы тұрақты әдетке айналса, ағза бейімделу реакциясын береді. Ұзақ мерзімде жүйке жүйесі шаршайды, бақылау мен табиғи рефлекс арасында конфликт пайда болады. Эрекция тұрақтылығы өзгеруі мүмкін, либидо төмендеуі ықтимал. Енді көп ер адамдар байқамайтын, бірақ медицинада жиі талқыланатын бір тақырыпқа келеміз: уқасты безі мен оның жұмысы. Простата қалай жұмыс істейді? Простата ер адамның репродуктивті жүйесінің маңызды бөлігі. Оның негізгі қызметі арнайы сұйықтық бөлу, сперматозоидтарға орта дайындау. Жыныстық процесте жиырылып босаңсу қалыпты жағдайда бұл процесс толық циклмен жүреді. Жиырылу, босау, қалпына келу. Табиғи цикл бұзылғанда не болады? Егер жыныстық процесс жиі шарықтау кезінде тоқтатылса, онда толық босау болмайды, ішкі қысым сақталады, ағза жартылай аяқталған режимде қалады. Бұл бір күнде проблема тудырмайды. Бірақ ұзақ уақыт қайталанса, ағзада функционалдық өзгерістер басталуы мүмкін. Тоқырау құбылысы, кей мамандар мұны қарапайым тілмен тоқырау деп түсіндіреді. Мағынасы: сұйықтықтың толық алмасуы болмайды, бұлшық ет пен без толық босаңсымайды, ішкі жүйеде кернеу сақталады. Бұл ер адамда бірден ауыр ауру деген сөз емес, бірақ жайсыздық сезімін күшейтуі мүмкін фактор. Ер адамдар жиі айтатын белгілер: ұзақ уақыт осындай әдет болғанда кей адамдар мынаны айтады: төменгі жамбас аймағында ауырлық, ара-тұра тартылу сезімі, ұзақ отырудан кейін жайсыздық, кейде белге берілетін кернеу. Бұл белгілер әр адамда бірдей емес, бірақ тәжірибеде кездесіп жатады. Ең маңызды түсінік, мұнда басты мәселе бірден зиян емес. Бұл қайталанатын әдет ұзақ уақыттық үлгі, ағзаның бейімделу реакциясы, яғни дене өзіне берілген сигналдарға сәйкес өзгереді. Ұзақ мерзімде үнемі үзу әдісі табиғи босау циклін бұзады. Простата жұмысына қосымша кернеу түсіру мүмкін, жайсыздық сезімін қалыптастыруы ықтимал. Енді ең маңызды сұраққа келеміз: бұл тәсіл шынымен зиян ба, әлде тип үрей ме? Жауап біржақты емес. Қысқа мерзімде үлкен қауіп жоқ. Егер ер адам сирек қолданса, тұрақты әдетке айналдырмаса, ағзада басқа мәселелер болмаса, онда әдетте айқын медициналық проблема бірден пайда болмайды. Яғни бір-екі рет қолдану ағзаны бұзып жібереді деген сөз емес. Бірақ ұзақ мерзімде жиналмалы әсер мәселе уақыт факторында. Егер бұл әдіс жылдар бойы тұрақты түрде негізгі контрацепция тәсілі ретінде қолданылса, онда ағзада біртіндеп өзгерістер пайда болуы мүмкін. Бұл өзгерістер көбіне жүйке жүйесінің шаршауы, толық босаңсу циклінің бұзылуы, жамбас аймағында кернеудің жиналуы сияқты факторлармен байланысты. Ең үлкен қателік толық бақылау иллюзиясы. Көп ер адамдар бұл әдісті таңдағанда бақылаудамын деп ойлайды, қауіпсіз деп есептейді, ыңғайлы тәсіл деп қарайды, бірақ шын мәнінде ағза тек ерікке емес физиологиялық циклге бағынады, ал бұл цикл үнемі үзілсе, жүйе тұрақтылығы өзгеруі мүмкін. Дұрыс түсінік, мәселе жақсы немесе жаман дегенде емес. Мәселе жиілік пен ұзақтықта. Сирек қолдану айқын проблема тудырмауы мүмкін, тұрақты әдет ағзаға қосымша жүктеме болуы ықтимал. Ең маңызды ой: ер адамның жыныстық денсаулығы тек бір факторға емес, жалпы өмір салтына, жүйке жүйесінің күйіне, гормондық тепе-теңдікке тәуелді.
Бұл әдіс қысқа мерзімде, қауіпті міндетті түрде емес, ұзақ мерзімде кей ер адамдарда функционалды өзгерістерге ықпал етуі мүмкін ең дұрыс жол ағзаның табиғи циклін түсіну және оны тұрақты түрде бұзбауға тырысу.